Сәлем қыздар, қайырлы күн. Бүгін мен муравейник дайындаймын. Ол үшін маған керек ұнды міндетті түрде електен өткізіп алдым. Жұмыртқа, сары май және қамыр қопсытқыш қажет. Ал сары майды үккіштен өткізіп, оны морозильникке шамамен 5-10 минутта қатырып алдым. Және оның үстіне қамыр қопсытқышты қосып, және мұздатқыштан сары майымызды алып, осылай оның үстіне салып араластырамыз. Морозильникте тұрған кезде бұл үккіштен өткен сары майымыз қатып, онымен жақсы бірігеді. Осылай араластырып аламыз. Толық араласып болғаннан кейін оның үстіне бір жұмыртқаны шанышқымен кішкене араластырып алып, осыған қосып, оны да жақсылап біріктіріп аламыз. Бізге қамырдың бірігуі міндетті емес, осылай іріктеліп тұра берсе болады. Осы бойынша пісіре береміз. Ол өзі пеште бірігіп, жақсы болып, іріктеліп, жақсы қамыр болып шығады. Бізге керегі болып, міне алдын ала духовка қыздырып қойдым мен 200 градусқа. Осылай пергамент қағазының үстіне төсеп, біркелкі пісіріп аламыз. Шамамен 20-25 минутта осылай пісіп шықты. Шет-шеттері кішкене қызарып піссе жақсы болады. Көріп тұрғандарыңыздай үгітіліп тұр. Нағыз бізге керегі болып шықты. Үгітуді қасықпен немесе қолмен үгітіп алсаңыздар болады. Және осындай қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы салып, өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Бастысы біріксе болғаны. Неғұрлым көп салсаңыздар, соғұрлым тәтті болып шығады. Міне осылай біріктіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, тез дайын болады. Аз ингредиенттер кетеді. Және мен осылай бутылканың крышкасын алып алдым. Оған салып, салған кезде нығыздап салыңыздар. Бос болып қалса, бізде шашылып қалуы мүмкін. Сол себепті үстінен басып, нығыздап салсаңыздар, тез түседі. Осылай үстінен басып, нығыздап, оны тарелканың үстіне қоямыз. Және тоңазытқышқа 1-2 сағат қойып қойдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.